Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 21-ші сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, сабағымызды бастайық. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды үйренемін. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймын. Қатені табамын және түзеп жазамын. Бірінші жаттығу: кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есім: ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есім: ақ ала, қара торы, сары ала. Сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Енді қарай, дара сын есімдер, байқап тұрсақ, тек қана бір сөзден құралып тұр. Ал күрделі сын есімдер екі сөзден құралып тұр. Мысалы, дара сын есім ақ болса, күрделі сын есім ақ ала болып тұр. Ал енді төмендегі мәліметпен салыстырып көрейік. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ, сары, көк, ала. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек. Екінші жаттығу: тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал, мәтіннен сын есімді тауып, дара, күрделі екенін ажырат. Бұл жерде сын есім ыстық деген сөз, ыстық ауа. Қандай ауа? Ыстық ауа. Ыстық деген сөз дара сын есім болып тұр. Келесі үшінші жаттығу: жаңылтпастың қатесін түзеп көшіріп жаз. Ұшқыш құшса ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Төртінші жаттығу: ребусты шеш. Шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады? Сол сөзбен сөйлем құрап жаз. Бұл жерден бізде қара деген сөз шығады. Қара дегеніміз дара сын есім. Сөйлем құрап көрейік осы сөзге байланысты. Менің түсі қара күшігім бар. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.